Балаңыздың көңіл-күйі қалай екен? Тамаша. Кездесуіңіз қалай өтті? Үміткеріңіз ұнады ма? Ұнады. Үміткеріңіз қанша жаста екен? 15 жаста. Аты кім екен? Қай жақтың тумасы екен? Нақты ма? Именно бәрін айтып берді, именно қай жақ. Үйінде қанша ағайынды екен? Інісі екеуі. Жалпы кездесу бәрі ұнады, иә? Күшті сурет видеоға түстіңіздер ма? Бұны кейде көрсетеміз. Міндетті түрде эфирді көрдіңіздер, жіберіп алмай. Сосын не білдіңіз? Жақсы көретін. Жалпы таныдым жақыннан. Таныдыңыз, иә? Сіз қалай қарайсыз қыз баланың тұрмысқа шықпай тұрып жігіттің үйіне барғанына? Енді танысуға баруға болады. Ата-анасын көріп, болашақта қандай жерде өмір сүремін деп. Дұрыс деп санайсыз сонымен. Бірақ қандай нәрсе ше, типа тұрмысқа шықпай тұрып табалдырық аттамау керек дегенге. Ол дұрыс қазақтың салтын ұстану керек. Үйіне баруға деп атсы. Иә. Ол бұрыннан келе жатқан салт қой. Ұстануға дұрыс деп ойлаймын негізі. Неге қызбен танысуға не біледі, үйіне кафеге баруға болады жалпы. Мысалы, туыстары, ата-анасы үйінде бір кеш жиын жасап жатыр да. Сондай жағдайда сен де қызыңды алып кел дейді мысалы. Үлкендер айтса бару керек қой. Бәрібір бара бергенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлайсыз, иә? Иә, солай екен. Расул, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы болып. Расул, сіз негізі қазір кіммен тұрасыз? Ата-анаммен, отбасыммен. Отбасыңызбен тұрасыз, иә? Жарайды. Жалпы негізі қыз баланың, иә, жігіттің ата-анасының үйіне, жалпы үйіне барғанына қалай қарайсыз? Қалай сонда жігіттің? Қыз баланың. Қыз баланың? Жігіттің үйіне барғанына. Жігіттің үйіне? Иә. Значит, үйленбеген. Иә. Жұп болып жүр, танысып жүр деген. Танысып жүр, бірақ үйіне бару болғанда қалай ата-анасы? Мысалы, ата-анасы кейде бір жиын жасап қалады да, қызыңды алып кел дейді ғой, сондай кезде. Табалдырық аттайды. Жалпы айтқанда, тұрмысқа шықпай тұр. Ол көпшіліктің алдында болса, енді әлбетте оңашаға андай әшейін нәрсе емес, бір себеп болса, сонда қонақ болып шақырса, не болмаса бір той жиынға шақырса, ол бір сыйластықтың құрметі деп ойлаймын, ал жеке оңаша шақырып ондай нәрсе ол дұрыс емес. Дұрыс емес деп қойдым. Түсіндіре алдым ғой, иә? Шариғар демалыс алай тіпті. Демалысымыз Бекзатпен деп айтты. Бекзат қыздарға бардық деп айтты, кішкене қыдырдық, көңіл көтердік деп айтты. Және Ондай бар ма? Бекзат қана бар ма? Ол сондай өз, сондай бұзықтық жасамаса жүре алмайды. Көңіл-күйіңіз бәрі күшті. Мен сізге бір сұрақ қоямын, бірақ шыныңыз айтыңыз, иә? Сіз өміріңізде, иә, үйімді жинап бер деп қыздарды шақырдыңыз ба үйіңізге? Үйім жинап бересің ба? Тамақ істеп берші деп. Өйтіп шақырмаған, мен ішіне жалынбаймын бұл, білесіңіз ғой. Шақырмағансыз ба? Шақырмаған, бірақ соны болған. Мен Бекзатпен честно шақырмаймын. Қыздар шақырмайсыз. Күлкім пришла да. Жарайды, сен ақпарат көрсетеді оны. Сосын тағы бір сұрағым бар. Енді қызбен жүріп жатсыз ғой қазір. Сол қызыңызды немесе болашақта өзіңіздің қызыңыздың жалпы қыз баланың, ер баланың үйіне тұрмысқа шықпай тұрып баруына қалай қарайсыз? Ол енді білмеймін. Ал Аронның демалысы қалай өтіпті? 3 күн жұмыстан болдым, 3 күн тойда болдым, 5 суббота